Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге болатын мен бүгін сіздерге осындай торттарды жасауды үйретемін. Тек кондитер ғана емес, оны біз де жасай аламыз. Ол үшін үй температурасындағы 6 жұмыртқаны жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқамыздың үстінен 200 грамм қантымызды салып, тағы да қантымыз ергенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Қантымыз ергеннен кейін оның үстінен 150 грамм жылы сүт құямыз, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Енді 90 граммдай сұйық май құйып алыңыздар. Оның үстіне 200 грамм, оның үстіне 15 грамм разрыхлитель салып, оның өзін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді ұнымызды жаңағы массамызға салып, бәрін бірден салмаймыз, 2-ге немесе 3-ге бөліп салсаңыздар болады. Іртігі жазылғанша жақсылап араластырамыз қыздар. Мінекей. Енді екінші бөлігін салып, іртігі қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Мінекей массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды бірдей ыдысқа 3 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Енді оған пищевой краситель қосамыз. Мен осындай түрін пайдаландым. Сары, жасыл және қызыл түрлерін пайдаландым. Себебі бұл торт менің балапаныма, сол үшін түрлі түсті болып оларды қызықтыру үшін осындай красительдер қостым. Мінекей қыздар, біздің түрлі түсті массаларымыз дайын болды. Енді оны қалыпқа құйып пісіруге жібереміз. Мен осындай қалыпты пайдаландым, фольга оралған. Енді оны құйып 160 градуста 20 минут бойы пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп суығанға дейін біз кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін 500 мл сливки керек болады. Сливкиді жақсылап осылай қағыңыздар, кілегейді, себебі түбінде қоюы қалып қалмасын. Енді ең төмен жылдамдықтан бастап миксерлеуді бастаймыз. Әр 2 минут сайын жылдамдығын күшейтіп отырасыздар. Менің миксерім слабый болғандықтан мен 10 минуттай миксерледім. Сіздердің егер миксерлеріңіз мықты миксер болатын болса, кілегейіңіздің қоюланғанына қарай миксерлейсіз. Мінекей кілегейіміз қоюланды. Енді миксерімізді өшіремізді. Қараңыздар, осындай болады. Үстінен творожный сыр саламыз. Творожный сырдың кез келген пайдалансаңыз болады. Мен осындай түрін пайдаландым. 500 грамм творожный сырды қосамыз. Бірақ қыздар, творожный сырдың бәрін бірден қосып жібермеңіздер. 3-ке бөліп саламыз. Бірінші бөлігін миксерлейміз. Бірінші бөлігін миксерлеп болған соң, екінші бөлігін тағы да саламыз қалған. Оны да жақсылап миксерлеп алғаннан кейін, үшінші бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Творожный сырды салғаннан кейін қыздар көп миксерлеуге болмайды. Ары кетсе 1 минут, 2 минут. Оның үстінен 180 грамм сахарный пудра салып, тағы да 1 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей қыздар, біздің креміміз дайын болды. Өте қою, формасын жақсы ұстайтын крем болып шығады. Енді бұл кремді тортқа жағуымызға ыңғайлы болу үшін кондитерский мешокқа осылай салып аламыз. Егер кондитерский мешогыңыз болмаса, қасықпен немесе пышақпен кез келген өзіңізге ыңғайлы затты пайдаланып жағуыңызға болады. Енді тортымызды жинауды бастаймыз қыздар. Тортымыз сырғанап кетпеу үшін осылай астына аз ғана крем жағып тортымызды үстіне қоямыз, корждарымызды. Егер сіз алдын торт жинап көрмеген болсаңыз, осындай торттың қалыбын пайдалансаңыздар болады. Коржымыздың үстінен бір қабат крем жағып шығамыз, дайын болған кремімізді. Оның үстінен екінші коржымызды қоямыз. Коржымыздың үстінен тағы да бір қабат крем жағамыз. Мен кремді азғантай ғана жақтым, себебі менің балаларым ұнатпайды. Егер сізге крем ұнайтын болса, көбірек жағуыңызға болады. Енді үшінші соңғы сары коржымызды қоямыз дағы тегістеп, жақсылап торлап аламыз. Енді үстіне жан-жағына әрлеу үшін мен сары түсті пайдаландым. Қалған кремге сары түсті краситель қосып, жақсылап кремімізді араластырып, сары түске енгізіп аламыз. Оны да мешочкқа салып алып, тортымыздың үстіне, жанына жақсылап жағып шығамыз, айналдырып.
Мінекей кремді жағып алдық. Енді мен осындай асхананың үлкен пышағының көмегімен торттарымызды, кремдерімізді торттың бетіне осылай жайғастырып жағып шықтым. Тек кондитер ғана емес, кез келген қыз бір жасағаннан өте керемет болып шығатын торт бұл. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді кремді осылай жанына жағып шығамыз да, асхана пышағының көмегімен жанында туырлап аламыз. Өзіңізге қандай зат ыңғайлы туырлау үшін, кремді реттеу үшін өзіңіз сол затты пайдалануыңызға болады. Мінекей қыздар, осындай болды. Енді оны әрлеу үшін мен дайын мастиканы пайдаландым. Осында корона және арыстанның суретін сатып алдым. Себебі менің балам арыстанды өте қатты жақсы көреді. Мінекей дайын болды тортымыз, қыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандарыңыз қуанып қалады. Ең бастысы таза өзіңіз қолдан жасалған тортқа жетпейді. Ал дәмі ең мықты кондитерлердікімен бірдей болады, қыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.